Ал сіздерге тез рецепт түсіріп жіберейін. 40 минутта пісіп 1 сағатта маринад алатын тауықтардың өте дәмді, сондай бочный дейді ғой, сондай бір маринад. Балаларымның сүйіп жейтін тауықтарын, тауықты жегісі келіп тұрады. Сондықтан бастайық. Кәне бізге ол үшін майонез керек, 2-3 қасық. 2 ас қасық. Одан кейін томат пастасы керек. Одан кейін бал. Балды былай көз мөлшерінен 1-2 ас қасық. Күштіден береді бал. Кәнекей. Туфарик. Пішпей қойшы. Чеснок. Мынандай чеснок та болады, немесе мынандай чеснок та бола береді. Лимон шырыны керек. Лимон шырыны тез маринадталу үшін керек. Прямо қабық ішінде жей берсе де болады. Так, содан қара бұрыш, және 1 шай қасық, және тұз 1 шай қасық. Ал осыны дұрыстап араластырамыз. Әр тауықты жап шығымыз. Мен кейде бүйтіп надрезер жасаймын, ана ішіне маринад кішкене кірсін деп былай. Тауықтың големдерін таңдаған кезде майдаларын таңдағанды жақсы көремін. Қалай балам, тауық қалай? Ұнай ма? Дәмді ма?